Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, әрі жұп-жұмсақ болып шығатын, тез дайындалатын апельсинді кекс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий басуды ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантты салып, жақсылап тұрып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Қант ерігенге дейін 1-2 минут көлемінде миксерлейміз. Осындай аппақ көбік болуы қажет. Сол кезде біздің кексіміз көтеріліп шығады. Енді үстінен қаймақты саламыз және де ерітілген сары майды саламыз. Жақсылап тұрып тағы да миксерлейміз. Одан кейін електен өткізіп алдын ала дайындап алған ұнымызға разрыхительді араластырып үстінен саламыз. Және де тағы да миксердің жай жылдамдығымен миксерлейтін боламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Бұл кекс өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалады, ешқандай да уақытыңызды алмайды. Мінекей осындай қою масса шығады. Енді бізге бір апельсиннің сыртын жуып тазалап аламыз және де осындай терканың ең кішкентайынан өткіземіз. Тек қана апельсиннің бізге қабығы қажет болады. Мінекей осылай барлығын өткізіп алдық. Енді жаңағы массамызға саламыз. Тағы да миксерлейміз. Мінекей дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Менде 22 диаметрлік формаға осылай кез келген стаканды ортасына қоямыз. Және де жаңағы массамызды құямыз. Стакан сынып кетеді деп қорықпасаңыз болады. Ешқандай да сынбайды, сол күйінде болады. Мінекей осылай барлығын құйып, бір тегістеп жан-жағына жеткіземіз. Мінекей осылай жан-жағына тегістейміз. Енді қызып тұрған пешімізге 40-45 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей кекс дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.